628 есеп. Мына қосылғыштардың алгебралық қосынды құрастырып жаз дейді. Біріншісі А минус Б, С минус Д берілген. Қосуды қойып қосылғыш құрастырып жазамыз. Алгебралық қосынды деген бірнеше алгебралық өрнектердің плюс және минус таңбалар арқылы құрастырылған жазу алгебралық қосынды деп аталады екен балалар. Енді мына А қосу деймін. Мына минус Б. Минус Б. Қосу С. Қосу минус Д. Тең. Қараңдар, мына жерде А плюс минус болғанда мына минус жеңіп кетеді. А минус Б болады. Одан кейін қосу, мына оң сан, плюс С. Мына жерде плюс минус Д болады. Екіншісінде 4А берілген. 4А минус 6Б 5С 7Д. Енді өрнек құрастырайық. 4А қосу минус 6Б. Минус 6Б. Қосу 5С. Қосу 7Д. Дейміз, мына жерде енді плюс минус болып тұрғанда минус болады. 4А минус 6Б плюс 5С плюс 7Д. Енді үшіншісінде минус 0,8 М минус плюс минус 0,7 плюс 9К плюс минус Q болады. Бұл тең болады, балалар. Мына жерде минус 0,8 М. Мына жер плюс минус болған кезде үнемі минус жазамыз. 0,7 Н плюс 9К плюс минус болғанда минус жазамыз. Минус Q. Төртіншісі 3-тен 1 X қосу 8-ден 5 Y қосу минус Z. Қосу минус 13. Минус 13. Тең болады бізде. 3-тен 1 X қосу 8-ден 5 Y минус Z минус 13 болады. Неге бұны арғарай шығармаймыз? Себебі бұл жерде ұқсас қосылғыштар жоқ. Егер мына жерде X, мына жақта да X болған кезде, ол кезде есептейтін едік. Мына жерде әрқайсысы әртүрлі. Сондықтан осылай қалдырылады, балалар.